Ал достар, күшті жағымды жаңалық, 1 тамыздан бастап жасыл ипотека бойынша өзгерістер енгізіліп жатыр. Өзгерістер кімге қатысы бар? Ол үйдің кезегінде тұрған жандардың барлығына және де жыл выплата алып жатқан әскери адамдарға. Егер де сіз осы екі категорияға жататын болсаңыздар, онда сіздер үшін бұл жаңалық аса маңызды. Жасыл ипотека бойынша 20%-ді салып, егер де үй кезегінде тұрған жан болсаңыз, онда 7%-бен үйді рәсімдей аласыз. Ал егер де сіз әскери адам болсаңыз, онда 8%-бен рәсімдей аласыз. Күшті емес пе, достар? ОП бағалау көрсеткіші маңызды емес. Ең бастысы табысыңыз жетсе болды. Және де Астана қаласы бойынша тек 2 үйден ғана алуыңызға болады. Ол Гранд Виктория мен Бағыстан тұрғын үй кешендерінен алуыңызға болады. Баршаларыңызға сәттілік. Және де егер де сіз осы екі категорияға жатпайтын болсаңыз, қарапайым халық болсаңыз, онда сіздер 12,5%-бен ала аласыздар. Және де сіздердің де ОП-ларыңызға банк қарамайды. Табыстар астасаңыз болды. Баршаларыңызға сәттілік, және де менің аккаунтыма тіркелуді ұмытпаңыздар.